Қарағандылық белгілі қоғам белсендісі, журналист Айсұлтан Жақыпов өзінің Facebook парақшасында елді дүрліктіріп, жаға ұстатарлық ақпаратпен бөліседі. Оның айтуынша, Қарқаралы ауданындағы ауыл мешітінің имамы 8-ші сынып оқитын 4 жасар қызды зорлаған. Тіпті әлгі қыз жүкті болып, аборт та жасатқан екен. Бұл сорақы жайт туралы қыздың анасы да, тіпті ауыл тұрғындары да хабардар болған. Бірақ бәрі жұмған аузын жұмулы қалдырып, ешкім құзырлы органдарға хабарламаған болып шықты. Бұл сұмдық ақпаратты қоғам белсендісі Айсұлтан Жақыповқа сол ауылдың бір тұрғыны анонимді түрде жеткізген екен. Айсұлтан Жақыпов көп кідірмей аталмыш жайтқа байланысты полицияға арыз түсіреді де әлгі ауылға аттанып, өзінің жеке тергеу зерттеулерін бастап кетті. 40 жасар Дәулет облыстық муфтият тарапынан ауыл мешітінің имамы болып тағайындалды. Көрші ауданның тұрғыны болғандықтан имамсымақ Дәулеттің бұл ауылда тұратын үйі болмаған. Сөйтіп жалға алып тұратын үй іздеп 14 жасар қызы бар жалғыз басты ананың үйіне тап болады. Әлгі жалғыз басты ана азын-аулақ ақшаға үйінің бір бөлмесін әлгі имамға жалға береді. Раушан жалғыз басты ана. 14 жасар қызы Айнұр 8-ші сыныпта оқиды. Тірек болар ер азаматы болмағандықтан Раушан кішкентай отбасын жалғыз өзі сүйреуге мәжбүр. Кішкентай шаруашылығы бар. Сонымен күн көреді десе болады. Ел қатарлы шалқып өмір сүрмесе де, әйтеуір барына қанағат тұтып жүрген қарапайым отбасы. Ал имам Дәулеттің бір бөлмені ақшаға жалға алуы Раушанды қуантқаны рас. Оған қоса, имам адамгершілік танытып, Раушанға тұрмыстық жағынан, малға қарасудан жәрдем беретін болды. Үй ауласын ретке келтірді. Қысқаша айтқанда, еркектің үйдегі қызметін атқарып, Раушанға қолғабыс болды.